Сәлем достар, мен бүгін сіздерге мына кітап туралы айтқым келеді. Бұл кітап менің өмірімдегі ойларымды өзгертті. Және бұл кітапты оқығаннан кейін шынымен адамның жолы ашылады екен, ой өрісі өзгереді екен. Мен сіздерге осы кітаптан 18-ші хикметті оқығым келеді. Ахмет Яссауидің 18-ші хикметі. Жаратқан бір мен барым жолын іздеп. Бір мен барым деген барлық аламыз жаратушы Аллах тағала деген сөз. Шайтан нәлет жолынан қайтқан достар, ықылас пен махаббат суын ішіп, жан мен ділде хай зікірін айтқан достар. Зікір деген ол бірнеше қайталап өзінің несі бар, саны бар, мысалы 100 рет деген сияқты. Зікір айту, Алланы мадақтау деген сөз. Хай деген сөз, хай зікірін айтқан достар деп тұр. Хай дегеннің аудармасы ол Алла өлмеген, мәңгі өмір сүреді және өлмейтін деген мағынаны білдіреді. Хай зікірін айтып ішкен кесе шарап, жол үстінде ғазиз басың болар топырақ. Алла үшін хәлі қарап, бауыры кәуап, жан мен ділде хай зікірін айтқан достар. Табалдырықта басым қойып зар илесем, алқа құрған зікіршінің жары болсам, зікір айтып сол сұхбатты дүрлертерсем, жан мен ділде хай зікірін айтқан достар. Яғни хай зікірін Алла деген сөз, Алланың тағы да 99 есімдерін мысалы жазып жол ашып жатқандар бар, сол себепті мен айтқым келгені хай зікірін айтып та осындай жоғары дәрежеге жетуге болады. Яғни ойың өзгереді, өмірің өзгереді. Сондай. Осы ақпаратпен сіздермен бөліскім келген.